Қалайсың, ешқандай қаншайым? Жақсы, сен көргелі керемет, өзің қалайсың? Жүр кеттік. Жоқ, қой бер. Сабақтарың қалай көсір? Қиналып жатқан жоқсың ба? Жоқ, бәрі тамаша. Үйреніп қалған шығарсың, Аса емес. Достарың қалай, көбейіп жатыр ма? Я солай десе де болады. Ой, біздің кішкентай қаншайым есейіп қалыпты. Үлкен кісілер сияқты сөйлейтін болыпсың. Я енді. Қазір үйге жетіп алайық. Айтпақшы, ұмытпай тұрған кезде тапсырыс беріп қояйық, жүрек жалғап алайық. Руслан, бірақ білесің бе, өмірде ұмытыла бермейтін нәрселер де бар. Мысалы? Мысалы, анамның туған күні. Иә, есімде. Қане бере қой. Қой бер, өзім көтерем. Не салып аласың? Ауыр ғой. Ішінде бірнеше кітаптар бар еді, оқуға деп алғам. Жүр. Ештеме өзгермепті. Руслан, саған рахмет, ештемеге тиіспегеніңе. Қалай бар, солай сақталды. Жүр. Кір. Ruslar, su içesің ба? Я? Мұнда шырын, газ, сулар қайсын ішесің? Қазір барам. Руслан, ештемеге қатты әуремей қой. Мен өзімде бәрін жасай берем ғой. Жоқ, ешқандай дәуір емес. Өзің көптен бері енді келдің. Рахмет. Ой, кешірші. Кешір. Ештеңе етпейді. Бар киімді ауыстырып кел. Қалған өзім жасай берем ғой. Я сөйтейін, Охо, тоңазытқыш дайын супермаркет екен ғой. Не дейсің? Супермаркетті көшіріп әкелгенсің бе деймін? Тоңазытқыштың ішінен бәрін табуға болады екен. Өзің білесің ғой. Мен жұмыстан тамақ дайындауға уақыт жоқ дегендей. Ер адамға жалғыз тұрған жаман ғой. Айтпа. Сенің анаңның орны қатты білінеді. Анаң сияқты маған ешкім қамқорлық жасай алмайды. Рахмет. Руслан, нағыз кім? Ол қарындасың ба? Қарындасың? Иә. Сен қарындасым жоқ деп едің ғой. Туысқан қарындасың. Біз екеуміз жақсы тұрамыз. Екеуің ғашықтарға ұқсайды екенсіңдер. Ой, олай деме. Руслан, анам бөлмесіне кіруге рұқсат па? Руслан? Анам суреттері қайда? Олар шаң басып қалмасын деп бір жерге жинап қойдым. Дұрыс жасапсың. Есіңде ме, Руслан? Анам барда бәрі басқаша еді. Анам сені ерекше жақсы көретін. Тіпті менің туған әкемді де олай жақсы көрмеген шығар. Өткен күндер түс сияқты болды да қалды. Не айтпа.
Анам екеуің үйленген күні мен қатты қуанған болатынмын. Себебі сен де жақсы адам маған әке болады деп. Мен де шын қуандым. Сен де қаншайым менің қызым болатынына. Мынаны қарашы, үшеуміздің суретіміз сақталған. Тіпті неке қою қағаздарың да бар менде. Сенде сақталған ба? Ja, анама қатысты барлық фотолар бар менде. Керемет. О, нашының сүйікті әні. Есіңде ме, Руслан? Анам осы әуенді қатты жақсы көретін. Осы әуенді естіп қалса ғой, билеп кететін. Есімде. Қане, Руслан, билесеңші. Анам екеуін күшті билейтін еместер ғой. Бүгін анамды жылап емес, жақсы естеліктері. Жақсы естеліктеріне еске алғым келіп тұр. Себебі сен де адам жанында ғой. Қазір көртіліш. Жоқ, билесеңші. Ол тез билет. Даусын жайма шәке көртіліш. Жоқ, биле деген болсаңшы, биле тез. Түсінбедім. О, ояндың ба? О ма? Оған мән берме. Мынау не, Қане шеш тез. Жаңа саған айттым ғой, анамды бүгін бақытпен еске аламын деп. Қарындасың қатты жақсы көреді екенсің, е? Есің дұрыс па сенің? Қане тез босат бол. Басқада ойындар бар. Жоқ, болмайды. Мынаған сенің түрің керек екен ғой. Көрсет дейм түріңді. Не істеп жатсың, Қане, көрсет түріңді. Көрсет дейм мен саған, көрсет. Қойсайшы, Кәусар. Қане босат тез. Жарайды, басқа малын табармын. Не істеп жатсың сен, қыз? Өзің қайтқанды істемеген. Мынаны көрдің бе? Бұл сені бір талдыртқан нәрсе. Басында бұл жайлы ақпаратты естіген кезде сенбеп едім. Енді көзім жетті. Руслан, білесің бе? Сен түбінде нашар адам екеніңді біліп едім. Өйткені айтарға сөзім жоқ. Саған бір шындықты айтайын. Сені жек көретінім соншалықты, көруге көзім жоқ еді. Әрең шыдайтынмын. Анам үшін. Анам байғұс жұмыс үй деп адамдарға мән бермейтін. Соның кесірінен сенің пиліңді де білмеді. Анам заттарын қайда қойдың? Қайда тастадың? Шыныңды айт, қайда қойдың? Шыныңды айт деймін. Шыныңды айт! Қошқа өре боласың, қатты байланған. Саған не керек, Мен саған қандай жамандық істедім? Не істемедім де. Сонда мен нені түсінбей тұрмын? Не үшін бұлай жасап жатсың, Не керек саған? Сен мынаның барлығын
Сен интернетқа өткізген үшін жасап жатсың ба? Сен түсіністікпен қарасайшы. Мен саған қарай алмайым, мен жұмыстан, мен ақша табуым керек. Мен саған айттым ғой интернеттан. Келгеннен соң осында келесің деп. Бәрі сен ойлағандай емес. Сонда не? Онда шынымды айтшы, нағыз кім? Айттым ғой саған жаңа. Қарындасым деп. Қарындасың? Неге өтірік айтып тұрсың? Кәусар, саған не керек, а? Маған ба? Маған әділдік керек. Қандай әділдік? Айтсайшы, қолымнан келгенше көмектесейін. Онда айтшы, анамның заттары мен фотолар қайда? Олар сенің бөлмеңде бәрі. Жарайды, қазір көрерміз. Кәусар, жауап бермеш. Жан деген қарындасың ба? Жалбардан сен. Жауап бермеш тек. Алмаш, Кәусар. Неге? Өтінем сені, аяғына жалбарнайын. Көрейік те? Жауап бермеш, Кәусар. Алло, жаным, Руслан, қалайсың? Жауап бер. Алло. Естіп жатырсың ба? Мен бір тойхана көрдім. Кешке жұмыстан шыққан соң бірге барып келейік, жарай ма? Иә. Жарайды, сенің уақытыңды алмайын. Сосын хабарласамыз. Вау, біздің Руслан үйленейін деп жатыр екен ғой. Бірақ тойға шақырмаған қалай болды? Өгей болсаң да қызың емеспін бе? Кәусар. Сенің анаң өлді екен деп мен жалғыз өтпеймін бұл өмірден. Мен де үйленуім керек, отбасын құруым керек. Қандай ақылдысың? Дұрыс. Есіңде ме, Руслан? Қалайсыз, анышым? Жан. Кәусар қызым, Руслан ағаңды жақсы танисың. Екеуінің ара қатынастарында жақсы. Сол үшін саған айтатын тосын жаңалығымыз бар. Мен тұрмысқа шығайын деп жатырмын. Яғни, Руслан ағаңа. Ешқандай қаншайым сен қарсы емес шығарсың, иә? Күтпеген жағдай болды. Кешіресің. Анашым, қалайша? Ол сіздің қол астыңыздағы жұмысшы емес пе? Оның үстіне сізден кішкентай. Кәусар қызым, бастысы ол жақсы жігіт. Саған да жақсы әке бола алады. Қызым, жақсы жағын түсінесің деп ойлаймын. Кәусар, саған әкелік етсем қарсы емес шығарсың. Жарайды, құтты болсын. Жақсы. Жүріңдер кеттік. Жүр кеттік. Әп бәрекелді. Жоқ, тиіспе. Есіңе қатты түсіру Біреудің келіп, онда нең бар, әкел бер. Әкел. Оңбаған қыз. Сол үшін тыныш отыру керек. Көрейік. Қыз. О, Жан дегеннен хат бар екен ғой. Жан деген қарындасың емес пе еді? Тиіспе. Көрейік. Жаным, осы күнге де жеттік ау. Сен алғаш көргеннен бастап, ессіз ғашық екенімді білесің ғой. Саған үйленетін күнді асыға жылдар бойы күттім. Я жаным, білем,
Екеуміздің махаббатымыз соншалықты балалық шақтан бері бір-бірімізге адал болып келеміз ғой. Бәсе. Көрейік. Я, мен тіпті шетелде жүрсем де саған адал болдым. Ешкімге қарамадым. Бұйырса екеуміз табысар күнге аз қалды. Сонда сен шетелде болдың ба? Мынауың бізді білмей ме? Кәусар, Не қызық. телефонды қайтарайын саған. Тез қайтар бол. Біреудің затында нең бар сенің? Тек сені сүйетінді білесің ғой. Саған жету үшін бәрін істеймін. Міне қарап тұр. Мен шетелден келген соң, менде бәрі болады. Сол кезде әкеңнің өзі де мені күйеу бала етіп қабылдайды. Жаным, мен сені күтуге дайынмын. Сен келгенше ешкімге тұрмысқа шықпаймын. Басты аяққа тұрып кел. Әкем сол кезде қарсы болмас. Ол байдың қызы. Және кішкентайларынан бірге өскенсіңдер ме? Сонда әкесі қарсы болды ма? Сені күйеу бала етуге? Не жұмысың бар сенің? Телефонды қайтар тез. Асықпа. Бір досымның әпкесі өмірден өткен еді. Оның жалғыз қызы бар. Соған қаржылай көмек болсын деп, сатуға қойған үйін алдым. Солай да аздап ретке келтіріп алайын. Сосын сені және ата-анаңды қонақ етемін. Сонда сен өзіңнің ғашығың үшін менің анамды өлтірдің бе? Вот ты сволочь! Сен мықты актер екенсің. Керемет, тамаша тіпті. Сен сонда түгі жоқ кедей болдың ғой. Ал сүйгенің байдың қызы. Мұнда бірде-бір анамның, неменің суреттерім жоқ. Тек сен және сүйгенің. Айтпақшы, сенің ноутбугың бар еді ғой. Соны ақтару керек. Ояндың ба? Ойын қызық болайын деп жатыр. Тіліңді кесем. Сен есін үрсін шығар. Ештеме етпес. Сені интернатқа емес, жындыханаға сүйдім. Өмірде бәріміз қателесеміз. Бірақ кешірілмейтін қателер де бар. Мә ішіп ал. Іш мынаны. Ішпеймін, не қостың? Ішесің дедім. Ішесің! Іш!
ішесің. 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 Бәрекелді. Бұл жансыздан тұратын дәрі. Енді тіліңді кескенде қатты ауырмасын дегенім ғой. Кәусар, не керек саған? Құдай үшін айтшы, не керек? Маған ба? Маған шындық керек. Қандай шындық? Анама не істедің? Шыныңды айт. Анамның дені сау болып жүрген. Аяқ асты ауру болып шығуы мүмкін емес. Шыныңды айт, не бердің анама? Кәусар, ештеңе берген жоқпын. Анаң өзі саған ауру екен білдіргісі келген жоқ, Кәусар. Ол ертегі ескірген. Қазір маған шындығыңды айтасың, немесе тіліңді кесем. Сосын бір қолыңды кесем. Солай сүйген қызыңа үйлене аласың ба, жоқ па, білеміз. Мен саған не істедім, Кәусар? Сен ештеңе істеген жоқсың ба? Ештеңе істеген жоқпын. Күлкіңді келтірмеші. Аузыңды аш. Аш дедім. Не ол? Бұл мұз. Мұз аздап тілдің оңай кесілуіне көмек болады. Аш дедім. Аш. Кішкене отыра тұр. Мен саған шығаруға рұқсат берген жоқпын. Мен саған шығаруға рұқсат берген жоқпын. Содан бұл дәріні тексерттім. Бұл дәрінің ой екенін білдім. Егер адам бұл дәріні ішетін болса, тура өз өліммен өлгендей болады екен. Оны тіпті медсарапшылардың анықтауының өзі қиын. Ноутбугынан барлық мәліметті таптым. Дәріні қайдан тапсырыспен алдырғаныңды, жалған құжаттарды істеткеніңді бәрін. Біткен жерің осы жер болады. Саған соңғы мүмкіндік берем. Шыныңды айт, не үшін өлтірдің анамды? Жарайды онда. Жоқта. Айтам бәрін. Мен кедей отбасынан шыққам. Қарындасым деген ол шынымен де мен махаббатым. Кішкентайымыздан бірге өстік. Бір-бірімізге ғашық болып қалдық. Есейген соң үйленеміз деп шештік. Бірақ қызым жағдайы өте жақсы еді. Әкесі бай адам еді. Мендей кедейге ол қызын бермейтін еді. Мен содан махаббатынан айырылмас үшін тез баюдың жолын қарастырдым. Содан сенің анаңның компаниясына жұмысқа тұрдым.
Анаңды алғаш көрген кезде ғашық болып қалдым. Содан екеуміз үйленуге шешім қабылдадық. Содан соң махаббатым ауыр соқпасын деп шетелге кеттім дедім. Бірақ Кәусар, мен анаңды өлтіргенім жоқ. Мен анаңды шын сүйем, Кәусар. Анаңды ешқандай өлтіргенім жоқ, мен қиянат жасаған жоқпын, Кәусар. Өлтірген жоқпын, Кәусар. Онда шыныңды айтшы, анамның заттары мен фотолары қайда? Оны анаң өлген соң жүрегім ауырып өртеп жібердім. Мен сонша ақымақ деп ойлайсың ба? Неге жағасың, неге? Анамнан қалған жалғыз естелік еді. Жарайды. Маған өтірік айтқан оқиған мен анамның естеліктерін жағып жібергенің үшін тіліңнен айырыласың. Тыныш жат. Сосын қолыңмен істеген жамандықтарың үшін одан да айырыласың. Кәусар, жоқ. Тыныш жат. Отыр дедім, тыныш. Аш аузыңды. Жат. Көтер басыңды. Бол. Аш аузыңды деймін. Аш. Аш аузыңды. Бол. Қалайды. Жатшы, тыныш, өзім де білмей тұрмын. Қалайды, мынауда. Қазір сәл қимылдасаң, пышақ таңдайыңды кесіп кетеді. Сосын тамақ жеп, су іше алмай қаласың. Шығар тіліңді, шығар! Сен қандай бақытты адамсың? Менің ең алғашқы пациентімсің. Тіл деген не ол? Жай сүйексіз ет. Тек абайлап кесу керек. Тілің осындай болған үшін өтірік көп сөйлейді екенсің ғой. Мынаны стаканға салып қоям, саған естелік болсын деп.
Кәусар, бұл жолы мен сені интернатқа емес, одан да қиын жерге жіберем. Кәусар, ойын аяқталды болды. Ешқайда қашып құтыла алмайсың. Өз еркіңмен беру болды. Анаңды өлтірген мен. Сен де анаңның артынан барасың. Анаңды көріп сағынышыңды басасың. Охо. Сен қатты дайындалыпсың ғой, а? Қаруың да бар ма еді? Сүмбіңде тағы не бар, мен көрмеген? Жолама маған, атамын қазір. Ат? Атсайшка. Ана қауіпті құралды қайдан алдың? Не, білмеуші ме едің? Интернатта оңай балдар оқитын беді. Сен де интернатта жүрсең, өмір сүру үшін күресесің. Солайды. Мейлі. Нәзік қаншайымнан ешқандай да әсері қалмапты ғой. Сен мені ата алмайсың. Ататын болсаң баяғыда ататын ең. Сен мені Сен мен өлтірмеймін, сен өзіңді өзің өлтіресің. Сен көзіңді құрту үшін менде дәлел жетеді. Сен ештеңе істей алмайсың. Анаңның артынан сен де кетесің қазір. Өзіңе көп алма. Қазір сенің сүйіктің келетін уақыт болып қалды. Егер маған бір жағдай болатын болса, сүйіктің куә болады. Өйткені сенің айтқан сөздерінің барлығын жазып алдым. Түсінбедің? Иә, менде нақты дәлел бар. Анаңды өлтірген мен. Оның үстіне сенің телефоныңнан сүйіктіңе хат жаздым, осы уақытқа кел деп. Енді ол сен жайлы барлық шындықты білетін болады. Онымен қоса сенің ноутбугындағы және де маған айтқан сөздерінің барлығын жазып алып, өзімнің электронды почтама сақтап қойдым. Егер маған бірдеме болатын болса, тексерушілер менің электронды почтамды ақтаратыны анық. Оңбаған. Не керек саған сүмелек қыз? Саған таңдау берем. Не өзіңді өзің өлтіресің, немесе өз еркіңмен полицияға берілсің. Әрине берілсең, абыройың төгіліп, махаббатыңнан да айырылатының анық. Ал егер өз өміріңе қастандық жасайтын болсам, уәде берем, сен жайлы ешқандай жаман сөз айтпаймын. Және де дәлелдердің барлығын құртамын. Таңдау өзіңде. Сүйіктің бе? Ойлан, Руслан. Не полицияға берілесің, немесе өзіңе қол жұмсап, атыңды, абыройыңды сақтап қаласың. Мен келдім, көлігімді тұраққа қойып жатырмын.
Кәусар, уәде бересің ба? Дәлелдің бәрінің көзін құртып, мен туралы шындықты ешкімге айтпайтын ба? Өзіңе сенімді бол. Мен өз сөзімді тұрамын. Атыңа да, абыройыңа да сөз келмейді. Махаббатың есінде тек жақсы адам болып қаласың. Кешір мені. Мүмкін өзімде тұрмайтын шығармын.